Бірінші тапсырмада мәтінді тыңда, тапсырмаларды орында. Бүгін аяулым өте қуанышты, себебі бүгін оның туған күні. Анасы аяулымның туған күніне арнап үлкен торт пісірді. Тортқа әдемілеп 7 деген жазу жазды. Әкесі оған сыйлыққа ертегілер кітабын тарту етті. Туған күнге аяулымның дос қыздары келді. Олар дастархан басында аяулымға тілектерін айтып, әкелген сыйлықтарын тарту етті. Туған күн көңілді өтті. Әр сұрақтың жауабын табып, сәйкестендір. Бұл жерде берілген 2 сұрақ. Осы сұрақтың жауаптарын мына жерден біздер табуымыз қажет. Қане, бірінші, аяулым неге қуанды? Өйткені оның бүгін туған күні. Міне, себебі бүгін оның туған күні. Біздер осы екеуін бір-бірімен сәйкестендіреміз. Келесі, әкесі аяулымға қандай сыйлық жасады? Әкесі оған сыйлыққа ертегілер кітабын тарту етті. Мәтінінде берілген. Сондықтан біздер мына жерден ертегілер кітабын тарту етті деген тауып аламыз. Ол міне, себебі ертегілер кітабын тарту етті. Келесі тапсырма. Сенің туған күнін қалай өткізесің? Сұрақтарға сүйене отырып әңгімеле. Сенің туған күнің қашан? Бұл жерге өзіңнің туған күнің қашан екендігі туралы айтасың, ауызша әңгімеле деп тұр. Келесі, сенің туған күніне кімдер келеді? Кімдерді өзіңнің туған күніне шақырғың келеді? Туған достарды, дос-жарандарды, сыныптастарды шақырғың келеді. Келесі, сен туған күніңе қалай дайындалдың? Өзіңнің туған күнің туралы сұрақтарға жауап бересің. Ол күні анама дастархан дайындауға көмектестім. Өзіме әдемі көйлек киіп, шашымды әдемі шаш үлгісін жасадым деген сияқты жауаптар болуы мүмкін. Туған күніңе қандай сыйлықтар алдың? Өзіңнің туған күніңе алған сыйлықтарыңды жазасың. Қуыршақ алдым, анамнан торт алдым. Тағы да қандай достарыңнан қандай да бір алған естеліктерің туралы айтасың. Туған күніңді қалай тойладың? Отбасы басында ма, әлде достармен ба, үйде қарсы алдың ба, жоқ әлде сыртқа шығып, саябақтарда серуендеу арқылы немесе белгілі бір орындарға бару арқылы тойлаған болуы мүмкін. Бұл жерде әңгімелеу үшін біздер туған күн, дайындалу, шақыру, сыйлық, тілек, көңіл-күй деген сөздерді қолдануымыз қажет екен. Менің туған күнім 7 наурыз. Мен оған үлкен дайындық жасаймын. Оған мен достарымды, туған туыстарымды, сыныптастарымды шақырамын. Олар маған әртүрлі сыйлықтар алып келеді. Дастархан басында өздерінің тілектерін айтады. Осылайша туған күндегі көңіл-күйім өте керемет болып, достарыма да ұнап тарқасамыз деген жауаптар болуы мүмкін.